Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuh. Hurmetli xalqim, hurmetli ел жұртым. Азғантай бір жағы мәселе жөнінде, қазіргі болып атқан жағдай жөнінде әңгімелеп кеп отыр. Қазіргі болып атқан жағдай мынау чиновниктердің балалары, қыздары құтырған жағдай. Ешқандай біз ескерте алмай жатырмыз. Мысалға, оны ескерту, бұл Құранда жазылған аяттар бар бұдан, хадистер бар. Олардың бәрін біз саясатқа шығарып қойып жатырмыз да. Мысалға, міне Талғарда сондай бір үйді жойқан қылып, баласын да өлтіріп, інісін де өлтіріп, дәп-дәлесін шығарды Талғарда. Онда біз ештеңе дей алмадық, ештеңе дей алмадық. Ал енді кейбір жерлерде кейбір қыздар, чиновниктің қыздары, милициялардың қыздары көшеде жағдай әлсіз қыздарды ұстап алып, басын унитаздағы суға тығып, өздерін тұншықтырып, ұрып, бүйтіп жатыр. Оларға да біз ештеңе айтып қойып, не қылып жатқан жоқпыз. Неге? Бұлар заң шығарған, өздерін қорғап қоятын. Заң шығарған. Біз олардың шығарып жатқан заңы бізді қорғай алмайды. Тек қана өзін ғана қорғап жатыр да. Ал енді осыған бірдеңе дейін десең, саясат деп, менің достарым, имамдар, халықты ешқандай сөйлетпей қойып жатыр. Сол дәрежеде шығарып жатыр заңдарды. Қалтаңды тонайтын заң шығарып жатыр. Налог дейді ме, айыппұл деймай, сондай үлкен заңдар шығарып жатыр. Кезінде мынау Назарбаевты айтам да, Назарбаевтың әне бір өліп кеткен інісі бар ғой, Болат бетін не? Қанша қыздың жезөкше болып кетуіне себепші болды. Көшеден алып кел дейді, алып келеді, бір-екі күн ұстайды, үйіне жібереді. Әке-шешесіне айтады, бірден айтсаң деп қояды, болды. Сонан ол бейшара қыз жезөкше болып қала береді. Біреудің қатынына дейін тартып алды ғой, әнші қатындарды үйіне қатын қылып кіргізіп, бір аптадан кейін үйінен шығарып тастады. Бүткіл халық оны айтты, жалғыз менің сөзім емес, ол сөз емес. Халық айтса, оны тауып айтады, көріп айтады оны. Көргеннен кейін. Ол да саясат па? Сондай заңдар шығарылып жатыр қазір. Бүткіл дінімізді саясатқа кіргізіп жіберген достарым, бір күн сендердің де қатындарын тартып алып отырмас, не болмаса қыздарын тартып алып, бір-екі күн мыламайлап жіберіп отырса, ол саясат деп үндемей отыра береміз ба? Қыздарымызды, әйелдеріміз тартып алуға бұларды. Уже жақындап қалды ғой соған, енді соған келіп қалды уже. Заңдар патрап шығып жатыр. Жап-жас қыздарға 15 миллионнан, 11 миллионнан штраф салынып жатыр, міне, түлпан жұлып алдым деп. Енді осылардың барлығына біз үндемей отыра береміз ба? Дін не үшін келді? Діни ілімді не үшін алдық біздер? Соларға ескерте алмасақ, мына істеп жатқандарың үшін қияметте жауап бересіңдер, Құдайдың алдында жауап бересіңдер. Өмір қысқа ғана, ертең бітеді. Барлығымыздың көріміз қазылады. Менің де көрім қазылады. Жоғарыдағы басшылар, сендердің де көрлерің қазылады. Жақсылап өмір сүріңдер. Міне кезінде басшылар болды. Омар разияллаху анху деген басшылар болды. Олар соншалықты дәрежеде шамды, өзінің досымен отырған кездерде өкіметтің шамын жағып отырмастан өшіріп тастап, өз шамын жаққан екен. Сондай әділ басшылар болған екен. Біздің кезіміздегі басшыларшы? Ұят жоқ, аят жоқ, бір халықты аяу жоқ. Қазір міне өздерің ойлаңдаршы, міне қазір біздің мемлекетімізде адам құны өте төмен түсіп кетті. Өздерің айтыңдар, міне. Менікі дұрыс болмаса, иттің құны көтеріліп кетті. Неге? Итке батыстан ақша төлеп жатыр. Иттің құқығын сақтайтындарға ақша төлеп жатыр. Міне жақында мынау 6-шы совхоз Түрксіб ауылында бір қыздың балтырын жұлып алып, бір алып ит жеп қойды. Барып мен видеоға түсірдім, үйттім, артымнан әкесі мен шешесі, неге сен үйттің деген сөздер айтылды. Ақтөбеде мінекей бір баланың үстіне дәу ит секіріп кетті, қорқып жүрегі тоқтап өліп қалды. Бір баланы, кішкентай баланы талап, қансыратып өлтіріп тастады. Міне мен қызды түсіріп кеткеннен кейін 6-шы совхозда тағы бір баланы тістеп алды деп жатыр.
Буралып кеттер көп. Құның иттен төмен болып өмір сүріп атқаннан кейін неге бұндай болды? Өзіміз айтайықшы, өзіміз ойланайықшы. Неге бұндай болды? Дінді бүркемелеп, дінді бұлай қойып, дінсіз адамдардың айтқан сөздерін дін деп халыққа кіргізіп жеткізіп атқанымыз үшін біздің құнымыз төмендеп кетті. Кімнен төмендеді? Көшедегі бұралқы иттің құнындай құн болмай қалды бізде. Шындықты, шынайлықты халыққа жеткізгеніміз үшін. Бұдан да басқасы болады әлі. Неге? Бұл Аллахтың қалауы осы болды. Біздің құнымыз қазір иттің құнынан төмен болып қалды. Дүние жүзіндегі дүниедегі жаратылған құнды ең адам болу керек еді. Адам болып жүрген біздің имамдардың, имамдар біздердің, сендердің құндарың иттен төмен болып қалды. Егердем сені барып бір ит тістеп алса, итті сен мен тістеп алдым деп пат етіп атып тастасаң, сен қамалып кетесің. Бірақ ит сен қансыратып өлтіріп тастаса, оқыс жағдай болыпты, осындай жағдай орын алды деп іс қозғамайды. Неге дегенде Ақтөбеде бір баланы талап өлтіріп тастады, оқыс жағдай болды деп алдында іс қозғады, кейін ол істі алып тастады. Міне, ит сені талап тастаса, ешкім ештеңе демейді. Бірақ итке неге сен талап жатырсың деп басына темірмен бұрып сол итті өлтіріп қойшы, сен сотталасың. Итті жағы өлтіріп қойғаның үшін, талайын деп атқан итті өлтіріп қойғаның үшін бейшара болып қалдық қой біздер. Қолымызға кітап ұстап отырғанда не қылайық? Біз пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламның кітабын ұстап отырмыз. Аллах субханаллаху тағаланың кітабын ұстап отырмыз. Бірақ құнымыз иттен төмендеп кетті. Не үшін? Біз Аллах субханаллаху тағаланың дінін, Аллах тағаланың кітабын, Расулаллах саллаллаху алейхи ва салламның кітабын ешкімге жеткізбегеніміз үшін, бүркемелеп отырғанымыз үшін біздің құнымыз иттен төмендеп қалды. Міне, ал енді біліп ала берді. Енді жақын сондай заңдар шығуы мүмкін. Ой, сендерде ақыл жоқ, бізде ақыл бар. Біз енді не қыламыз? Сендердің қатындарынан ақылды адамдар туылу керек, қатындардың қыздарында бір аптаға бізге өткізулерін керек деген заң шығарса, оғанда саясат деп үндемей отыра беретін құсаймыз, Міне, біздің құнымыз қайерге дейін келді. Адамдық құн бізде қамады. Иттер бізден жоғары болып өмір сүріп жатыр. Мемлекетімізде, біздің қазақ мемлекетімізде, қазақ республикасында біздің құқымыздан иттің құқы жоғары болып кеткен сияқты. Байқайсыңдар ма? Міне, мынау Тараз қаласы 13-ші мөлтекте 30-ші үйдің жанына баршы, балалар зар жылап. Біздер ойнай алмаймыз. Жүгіріп ойнап, велосипед теуіп жүрек түзік, артымыздан ешектей иттер қуалап бізді қорқытып қойып жатыр деп жатыр. Міне, балаларың көшеде жүре алмаса, ит талап тастаса балаларын, қыздарың көшеде жүре алмаса, ит талап тастаса, болмаса басшылардың жағы балалары зорлап тастаса, кім болдың сен? Иттен төмен адам болдың. Мінекей, осыған кеп жеттік. Иманды достарым, осылай дінді бүркемелеп, дінді бұлай қойып, дін деп КМБ-лардың базасындағы жағы 3 парақты жазып берген болса, соны халыққа жеткізіп отырсыңдар. Мінекей дін деп соны халыққа жеткізіп отырсыңдар, бұдан да төмендейміз. Бұдан да құнымыз төмен түседі. Бұл КМБ-ларға, басшыларға дінді жеткізіңдер. Жеткізейік. Дін бұндай емес, дін мынандай деп шынайлығын жеткізейік. Олар дінді шынайы түсінгеннен кейін біздің өмірімізді, олардың өмірді жақсылыққа кетер еді, жақсы болып кетер еді. Бір алайда біз дінді бүркемелеп, бұлай қойып, сендердің айтқандарың дін деп, биліктегілердің халықтың ортасына мінекей дін деп жеткізіп беріп жатырмыз. Міне сендердің айтқандарыңды біз халыққа дін қылып беріп жатырмыз деп жатырмыз. Демек, оларды халыққа құдай қылып, және өзімізге құдай қылып алып жатырмыз. Міне біздің үлкен бір қателесуіміз, біздің адамдық құнымыздың төмендеп кету осыдан болып жатыр. Иттің құнындай құн болмай қалды қазір. Итті қазір көшеде жақында сен көшеде жүрмейтін боласың. Ит жүретін болады көшеде. Тек қана талпа деп қояды ғой, көше балаларын айтқан кездерде. Атармен ит жүретін болады. Көшеде сен жүре алмайтын боласың.
Мемлекетіміз ит үшін болып қалған сияқты болып қалды қазір. Адамдар үшін емес, ит үшін болып қалған сияқты болып қалды. Иттерге қандай қамқорлық көрсетіліп жатыр? Қаншалықты ақша бөлініп жатыр иттерге? Шошқаларға қаншалықты ақша бөлініп жатыр? Сенің балаңа ақша бөлініп жатқан жоқ. Ой, діндар бауырым, балаңа ақша бөлініп жатқан жоқ. Қызыңа, кішкентай қызыңа ақша бөлініп жатқан жоқ. Иттерге ақша бөлініп жатыр. Ит туып жатса, солардың бала шағаларына ақша бөлініп жатыр. Шошқа туып жатса, шошқаның бала шағаларына ақша. Шошқаның құнындай, иттің құнындай құның болмағаннан кейін кім болып өмір сүріп жатырмыз? Ай Алла, енді ойланып көрейік. Дінді жеткізейік, шынайылықты жеткізейік. Мынау хадис аяттардың бәрін жауып қойып, басқа біреудің сөзін дін деп жеткізбей, сол шынайылық дінді жеткізейік халыққа. Сонда барып біз Аллах Тағаланың алдында біз Аллах Тағала бізді адам қылып жаратқан болса, адам қылып өмір сүре аламыз. Олар да биліктегілер де сонда адам болып өмір сүреді. Түсіндіңдер ме? Менікі шын жақсы болса да, жаман болса да мен сөзім осы. Айып етпеңдер енді.